Менің атым Көшекова Ақмонша Қанайқызы. Көксай орта мектебінде химия пәнінен сабақ беремін. Бүгінгі педагогикалық дебют байқауына менің таныстыруымды қабыл алыңыздар. 2011-2015 жылдары Қаратау көпсалалы техникалық колледжінде химиялық технология мамандығы бойынша білім алдым. Одан кейін жоғары оқу орнын Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде оқу грантымен химия пәні мұғалімі бойынша білім алдым. Оқу қабырғасында мен тек қана білім алып қана қоймай, қоғамдық жұмыстарда өте белсене араластым. Жалпы менің педагог ретіндегі ұстанымым, балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат. Ақмонша Қанайқызы, сіз үшін ұстаздық жолы қандай қызмет атқарады? Ұстаздық дегеніміз жалпы ұстаз оқушының ең әуелгі серігі, досы. Бір ғана 45 минуттың ішінде тек қана сабақты түсіндіріп қоймай, біз оқушының досы боламыз, оқушының психологы боламыз, тәрбие береміз оқушыға, бағыт бағдар береміз, әңгімелесеміз, сергіту сәттерін жасаймыз. Сол үшін ұстаздық мен жаныма өте жақын. Баланың өмірлік сергісін, оның есінде мәңгілік қаласын. Сол үшін маған ұстаздық мамандығы өте қатты ұнайды. Мен бүгінгі байқауда қарсыластарға сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін.